Қайырлы күн оқушылар. Бүгін қазақ тілі пәнінің 3-ші сыныптың 87-ші сабағын бастаймыз. Сабақты көрмес бұрын каналға тіркеліп, достарыңа жіберіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына атақты тұлғалардың бірінің атын қойып, мәтінді оқы. Яғни бізге осы мәтінде қай тұлға берілген, соны табу керек. Ол қоғам қайраткері, ақын, жазушы. Ол ауылдық мектепте қызмет атқарды. Елге білім, ғылым таратудың жолдарын қарастырды. Халықтың көркем сөз мұрасын жинады. Мектепке арналған әліппе, оқулықтар мен оқу құралдарын жазды. Баспасөзге мақалдар жазып, өлең шығарды, аударма жасады. Крыловтың туындыларын аударып, 40 мысал деген атпен кітап шығарды. Тапсырма. Мәтін кім туралы? Оның тұңғыш оқу құралдары қалай аталды? Ол қандай оқулық? Ойыңмен бөліс. Мәтіннен етістіктерді тап, олардың негізгі немесе туынды етістік екенін айт. Бізде мәтін Ахмет Байтұрсынұлы жайлы екен. Келесі сұрақ. Оның тұңғыш оқу құралы әліппе деп аталды. Ол мектеп табалдырығын енді аттаған балаларға арналған оқу құралы. Сөйлемдегі етістіктер: жазып, жазды, аударып, жасады. Туынды етістіктер: шығарды, жинады, атқарды, қарастырды. Келесі тапсырма. Берілген зат есімдер мен сын есімдерге лале, даде, тате, дас, тас, лас, лес, тантен жұрнақтарының тиістісін жалғап туынды етістік жаса. Бізде берілген сөздер: тор, арқан, ем, ара, сабын, үтік, тіс, тағы басқа. Туынды етістіктердің ішінен өзің қалаған 3-4 сөзбен сөйлем құрап жаз. Мысалы, торла, арқанда, емде, арала, сабында, үтікте, тісте, ақта, ұсақта, көркемде, жақсыла, оңда. Енді сөйлем құрайық. Әпкем көйлегімді үтіктеді. Кеше көршілеріміз үйлерін ақтады. Мен 90 басталғанда дәптерлерімді жаңаладым. 18-ші жаттығу. Жаңылтпашты жадқа жаттаймыз және ішіндегі етістіктерді тауып қалай жасалғанын анықтаймыз. Атам бақ аралады, ағам тал аралады, апам көл аралады, асыл ат тағалады. Бұл жерде етістік аралады және тағалады. Аралады – бұл туынды етістік. Бұл сөздің мағынасы ағашты екіге бөлу, қақ жару, кесу дегенді білдіреді. Екінші мағынасы бір жерге бару, көру, яғни аралап қайту дегенді білдіреді. Бұл жерде ара түбірі, арала жұрнақ, ды жалғау, таға түбір, ла жұрнақ, ды жалғау. Келесі 19-ші тапсырма. Бұл шығармашылық үзіліс. Етістік сөзінен баспалдақ жаса. Осы әріптердің басталатын іс-әрекетті білдіретін сөздер ойлап, төркөзді толтыр. Біріншісіне ер, екіншісі сөз тор, үшінші істе, төртіншісі сүрле, тағала, ілгеріле, көмектес. Яғни көріп тұрғандағындай барлық бағандағы сөздер бізде етістік болу керек. Шыққан етістіктердің қайсысы негізгі, қайсысы туынды екендігін айт. Туынды етістіктерді теріп жаз. 19-ші жаттығу. Жауап. Негізгі етістіктер ер, тұр. Туынды етістік істе, сүрле, тағала, ілгеріле, көмектес. Оқушылар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Күнделікті сабақ шығып отыру үшін каналға тіркелеміз.